Оралда ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен діни экстремизмнің алдын алу мәселелеріндегі жастардың рөлі атты 2 күндік оқыту семинары өтті. Шара барысында студенттер мен жоғары оқу орындарының магистранттары экстремизмнің алдын алу, еріктілердің қайырымдылық қозғалыстарын ұйымдастыру және әлеуметтік желілер ресурстарын тиімді пайдалану бойынша өз сұрақтарына жауап алды. Оқыту семинары барысында тараптар радикалдық идеологияның теріс ықпалынан сақтану, экстремистік идеяларға тойтарыс беру мәселелерін талқылады. Қазіргідей ақпараттар ағыны өршіп тұрған кезеңде жастардың дұрыс жолдан адасуы жиі кездесіп отыр. Сондықтан қажетсіз нәрселердің ара жігін ажырата білу жастар үшін аса маңызды, дейді блогер Яков Федоров. Семинарлардың мақсаты ол экстремизмге қарсы волонтерлік қозғалысы және әлеуметтік желілердегі жұмысын даму және басқа конфессиялардың өкілдерге толеранттық көзқарас құру. Семинар ұйымдастырушыларының пайымынша, жастар ешқандай дәлелденбеген қағидаларсыз-ақ еріктілер қозғалысын құру арқылы қайырымдылық істермен айналыса алады. Еріктілердің ұйымын құруды меңгеру, әлеуметтік желілерді тиімді пайдалана білуде маңызды міндеттер қатарында. Біздің ойымызды дамытып алға қарата дамытуға көп үлесін қосып жатыр. Бізге деген көптеген идеяларды рақтырды айтып, және оларды деген бізге қалай дамыту керектігін және дін жолында қалай теріс жолға кетпеу керектігін бәрін түсіндіріп жатыр. Бізге бұл ұнап жатыр, қатты себебі бұл жерде деген өзімді пікірімді білдіруге болады. Елімізде экстремизмсіз Қазақстан атты республикалық акция жұмысын бастады. Осы акция аясында байқау ұйымдастырылып, елордада қорытындыланады. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Орал, Хабар 24.